Все записывается. Так, жалпы біз уже қорытындыға келдік. Мен сіздерге әлі 1,5 сағаттай уақыт қарызбын ғой, иә? Сіздер қай күні өте аласыздар бұл сағатта? Давайте біз сіздер ертең уақыт болады ма? Бір күн тағы да 1 сағаттық. Ана жолы сіздер мен ерте бітіріп едім ғой. Болады. Оған дейін біз онда қарап шығып, сол кішкене разбор Давайте жасасақ. қай күнге не істесеңіздер, жазасыздар ғой, иә? Сол күнге қойып сіздермен жаңағы мен Кішкене, ой, кешірім өтінемін, сәл кішкене бір 3-4 күндей ма бір үзіліс алуға бола ма екен, әйтпесе де 20-сы тақап қалайын деп ақпарат. отыр ғой. Иә, сол иә, жоқ, жарайды, 4 күн это нормально. Сол кезге давайте А, сұрақтарыңызды нетіп, сосын сол береміз күнге ба деген. сабақтарды айтып жіберейін, иә? Өйткені бүгін біз аяқтаймыз. Анау түсінбеген жерлеріңіз болса, в принципе, сол кезде сұраңыздар, и сол кезде бәрін жалғастырамыз. Жалпы біз 5 күнгі уже өзінің мәресіне жетті. Бүгінгі күні біз сіздермен бағалау, өздеріңізді жаңағы сіздердің презентацияларыңызды кері байланыс, кәсіби өсуде қандай жолдары бар, иә, тренер ретінде, соны біз өтетін боламыз. Фасилитация және өткізуді, по-моему, сіздерден қалдырып қойдық, иә? Вот тренингті жобалау дегенді қайсысы екенін білмеймін, осы 3-4-тің біреусін сіздермен қалдырып қойдық, иә? Біз ноулздың барлық принциптарын өттік, иә? VARG моделі, когнитивті жүктеме, Блум таксономиясы, иә? Бұлардың бәрі енді мен ойлаймын сіздердің ойларыңызда қалды деп тағы да ашып қарайсыздар ғой өздеріңіз. Жалпы соңғы күн енді бұл өткен тақырыптардың бәрінің қорытындысы болады. Осы соңғы 5 күннің ішінде сіздер жалпы қандай өзгеріс болды, не білдіңіздер? Өздеріңізде қандай өзгеріс болды? Осы сұраққа жауап бере кетсеңіздер. Осы сұраққа жауапты жаңағы чатқа жазсаңыздар жақсы болар еді. Сонымен жалпы сіздер өткен кезде, тренинг өткізген кезде міндетті түрде офлайн өткізсеңіздер, топ-топқа бөліп, сұрақ қойып, иә, бізде әртүрлі түрлері бар деп өткен сабақта айтқан болатынбыз. Өткен сабақты қалдырып қойсақ, сіздермен оны жаңағы мен қарыз сабағында айтатын боламын. Жалпы сіздердің тренингтарыңызда кейс болу керек, иә? Мен сіздермен кейс ретінде жаңағы инвестордың психологтарын айтып өттік, иә? Бір инвестордың кейсіне олар қалай басқарған, бұл кейс. Және де бір исторический фактілерді айттық, иә? 80 жыл бойы там ETF ешқандай банкротство немесе төмен минус болмаған деп, иә? Ол үнемі өсу үстінде болған, иә? ETF-тар, құнды қағаздар. Сонымен бірге жаңағы экономиканың өсуі туралы айттық, иә? Бір статистикалық көрсеткіштер тоже қолдандық. Сонымен қатар сұрақ қою арқылы мен сіздермен кері байланыс алып отырмын да. Бұл да бір жаңағы тренердің фасилитациялық құралдарының түрі, иә? Және де өздеріңізді тренер ретінде қазір қалай сипаттай аласыздар? Енді бұл сұраққа сіздерге жауап беру әлі ерте. Сіздер уже тренер болсаңыздар, вообще өздеріңізді салыстырып көрсеңіздер болады, да? Вот до этого и что вы взяли из моих уроков, и қазір осы жаңа техникаларды қолдану арқылы сіз өзіңізді қандай деңгейде көре аласыз. И әлі де өсетін деңгейлер бар, иә, тренерствода. Мен өзім де өсу жолындамын, әлі де өсемін. Сол себептен біз үнемі тренерлар жалпы үнемі қалай айтушы еді, постоянное повышение квалификации үнемі үдеріссіз өсу үстінде болады, да. Блумның таксономиясын главный естеріңізде сақтаңыздар. Ең бірінші сіздер жаңа модельдерді үйренген, иә, естеріңіз адамдарға бересіздер, олар есте сақтау керек, иә, өздеріңіз есте сақтау керексіздер. Мысалы, қаржылық сауаттылықта біз әртүрлі өттік, иә, жаңағы активтер, пассивтер, кіріс шығыстар, сонымен қатар ETF, құнды қағаздар, акция, облигация, оларды естеріңізде сақтау керектер. Сонымен тренердің да әртүрлі түрлерін, Блумның таксономиясы, Киркпатрик моделі, 4 деңгейі.
әр деңгейдің өзінің сұрақтары бар дедік. Ол сұрақтар жаңа айтып кеткен ашық сұрақтар, иә. Сонымен қатар зондированный вопросы, логические вопросы. Бұл сұрақтардың бәрі негізі бүйтіп қиын болғанымен қиын емес, иә. Жаңағы мен берген презентацияның ішінен ашып қарасаңыздар, мысалдары, аттары қиын болғанымен, жалпы түсінсеңіздер, ол қиын емес. Самый главный түсінуге тырысыңыздар. Бірінші деңгей, иә, нақты мінез-құлықтың өзгерісі. Өздеріңізде қандай өзгеріс болды? Сонымен қатар сіздің тобыңыздағы адамдардың білімі қандай болды? иә. Мысалы, контрольный группа деген бар, және де вот на чем вы тестируете, на ком вы тестируете. Сонымен бірге жаңағы обычный группа бар, иә, өтпеген. Екі группаның арасында по-любому сабақ оқығаннан кейін өзгеріс болады ғой. Соның қандай өзгеріс болды, қандай нәтижеге жетті, сол арқылы өзіңізді тексерсеңіз де болады. Насколько была ценна ваша информация, которую вы дали. Сонымен қатар сіздерде міндетті түрде бүгін үйренеміз сұрақтар. Сіздерден мысалы мен осы сабақтың соңында анкета аламыз. Анкетаны чатқа жібереміз. Соны толтырасыздар. Соны толтыру арқылы мен өзімді бағалаймын, иә, не жетіспеді, немен өзгеру керек. Менің тренер болғаннан кейін басты мақсат енді тек қана позитивті емес қой, наоборот, негативті бір өзгеретін жақтар болса, бұл сізге өсуге мүмкіндік туғызады да. Мәселе бұл бір күнде жақсы болып кетпейді, бірте-бірте жаңағы тәжірибе арқылы, кері байланыс алу арқылы біз жақсы боламыз. Сонымен қатар сіздер жаңағы үзіліс қоя білу керек. Үлкен қиын группамен жұмыс істеу, иә. Бізде де қиын группа болды ғой, иә, онымен де жұмыс істеп үйрендік. Речь, вот қалай сіз тұрасыз, қалай сіз сөйлейсіз, соның бәрі бізде сіздің тренер ретінде, фасилитатор ретінде өзіңіздің тәжірибеңізге енгізетін техникалар, иә. Сонымен қатар сіздерде сессия құрылымдарын сессияңызды өздеріңіздің сабақтарыңызда ең бірінші хук ілмек. Енді білмеймін, хук дегенді қалай қазақшаға аударуға болады. Цепляющий заголовок дейді ғой. Сондай әр сабақты айтып отырсаңыздар, тоже күшті болады, иә. Неліктен сабақ басталмас бұрын, мысалы, бұл сабақта неге дейін қойып, қалай внимание салып, оны до конца тыңдау керек, соны айтып кету керексіздер. Сонымен қатар группа сіздерге синтез жасау керек, иә, рефлексия. Ол үшін сіздер осы қаржылық сауаттылық бойынша, өздеріңіздің салаларың бойынша міндетті түрде бір ақпарат немесе жұмыс сияқты вот синтез, иә, рефлексия жасайтын бір ақпаратты міндетті түрде жасаңыздар, иә. Сонымен қатар әр сұрақ қойғаннан кейін енді жауаптарында вот сіздер талдау жасау керексіздер да, қалай жауап беріп жатыр ана жақ. И мысалы топта отырып бәрі бір адам болады, көп жауап бергіш, иә, топта. Ол адам емес, үндемей отырған адамдар, иә, қиын группадағы адамдармен де аттарын атап жұмыс істей білу, ол да жаңағы тренердің бір қалай айтсақ болады, кәсібилігі, иә, көрсетеді. Топтың энергиясымен басқару. Бұл топтың энергиясы енді әртүрлі топтағы адамдармен жұмыс істей білу ғой. Так. Ең басында сабаққа кірген кезде вот фокус болады. Менде вот сабаққа кірмес бұрын тоже вот дайындалам да. Мен сабақтан бұрын дайындалмай кірсем, могу растеряться. Мысалы, мен таңертең дайындалдым, бүгін сабақтың алдында дайындалған жоқпын, иә. Сабақтың алдында дайындалсаң тоже жақсы. Ал таңертең дайындалып, мысалы, қазір келіп сабақ берсең, тоже кішкене ұмытып қаласың да. Сол себептен негізі сабақ басталардың алдында вот психологически настраиваться етіп, тренинг бергеннің алдында настраиваться еткен өте дұрыс болады, иә. Фокусыңыз, ойыңыз алдын ала жинақталып тұрады. Сонымен қатар так, не тек болады мына жерде. Так. Жалпы тренингтарды мен мыналардың бәрін уже айтып кеттім, бір деректермен жеткізген жақсы да. Вот мысалы, мен айттым, сабақ басталған кезде Қазақстанда жалпы қазір
қарызы бар адамдардың саны бір 8 миллион, 8 миллион дегеніміз бұл біздің халықтың уже 60%. Ну, представьте, 60%, қалған процент, 40%, қалған проценті мысалы пенсиядағы адамдар болуы мүмкін, немесе кішкентай балалар болуы мүмкін, сонда жұмысқа қабілетті адамдардың көбі мысалы қарызда отыр деген сөз, сол сияқты осындай деректермен сіздер жұмыс істейтін болсаңыздар, өздеріңіздің презентацияңызда көп қолданатын болсаңыздар, ол үлкен бір тоже презентацияның өзінің мақсатына жетті деген сөз, сонымен қатар вот менің каждый сабағым бір теманы ашады, мысалы бірінші сабақ бізде қандай теманы ашты? Қаржылық сауаттылық чисто 3 ең үлкен блоктан тұрады. Екіншісі жоспарлау, кірістер мен шығыстарды басқа бақылап үйрендік, актив пассивтерді жіктеп үйрендік. Екінші кезде жоспарлау, қалай жоспарлаймыз, кредиттерімізді қалай азайтамыз, жаңағы қалай подушка безопасности құраймыз. Үшінші деңгей бізде уже ақшаны көбейту деңгейі болды, соңғы сабақ бізде бүгінгі қорытыншы сабақ. Сол сияқты сіздерде әрбір өздеріңіздің темаларыңыз, егер менікі сияқты ұзақ 1 сағаттық емес, 2 сағаттық емес, ұзақ болатын болса, әр сабақ бір басынан аяғына дейін белгілі бір нәтижеге жету керек. Басында хук, аяғында неге жетеді, то есть аяғында бастапқы соңындағы жететін бұлардың жетістіктері сіздердің ең бірінші хук сөздеріңіз болу керек, сонымен бірге уақыт динамикасын тоже ұстай білу керек. Каждый презентацияға, каждый ақпаратты мен мысалы бөліп қоямын, сол сияқты сіздер өздеріңіз де солай өз презентацияңыз қанша минутқа жететін презентация, соны да ескеру керексіздер. Презентацияларыңызды соңғы маған жіберіңіздер, 20-сына дейін бір қарап шығамын бәрін, менің жекеме жібере беріңіздер, уақытым болған кезде бәрін қарап шығамын, сонымен қатар сіздерде Крикпатрик деген бар, бірінші және екінші деңгейлер, бұл жаңағы реакциямен оқу, мысалы әр деңгей, әр сабақтан кейін, енді бізде үлкен бір сабақ болған кезде, бұл басталған кезде оңайдан басталады, соңында қиынмен аяқталады ғой. Сол себептен әрбір деңгейді сіздер өздеріңізге реакция жасап отыру керексіздер, рефлексия. Мысалы сіздің қатысушыларыңыз сіздің тренингтан, жалпы беріп жатқан материалдан, жұмыстан қаншалықты қанағат алады, және де бұған біз қалай келеміз? Бұны міндетті түрде сауалнама, енді мен каждый сабақтан кейін сауалнама жасаған жоқпын, бізде өйткені мақсатымызға жеткен жоқпыз, мақсатымыз 10 сабақтан кейін жетеміз, сағаттан кейін. Енді біздерге сұрақ қоямыз. Сұрақтарды қойып, сіздерден кері байланыс аламыз. Кері байланыстарыңызды, шын берулеріңізді сұраймыз, өйткені бізге ол кері байланыс өте маңызды, ары қаратай даму үшін. Сонымен қатар сіздер жаңағы идеальный немесе жаман кері байланыс алып жатсаңыздар, тоже жаңағы ренжімейсіздер, өйткені көбінесе вообще статистика бойынша ойын түрінде жасалынатын сабақтардан кейін кері байланыстар жақсырақ болады, өйткені адамдар бір дофамин алады, эмоционалдық жағдайы басқалайша болады, чем қиын сабақтарға қарағанда. Мысалы университеттерде, оказывается, қиын сабақтың преподавательдеріне жалоба көп түседі. Неге? Потому что әр адам көңіл қойып оқу керек қой, қиын сабақтарды оқығысы келмейді, жалоба жасай салады. Ой, бізге ана мұғалім ұнамайды, мына мұғалім ұнамайды. Назарбаев университетінде байқұс статистиканың мұғалімі постоянно жалоба алып жататын, его не увольняет. Неге? Потому что ол ақпаратты береді, студенттер енді бір 5-10% ғана студент түсінуі мүмкін ғой, қалғандар түсінбейді, сол себептен бұл ондай болады екен. Мен Алматы университетінде сабақ бергем, статистиканың сабағын бересің деді, мен ояқта ненің сабағын бергем, бухучет и аудитта. Сосын статистиканың бірінші сабағын бердім, отказ бердім, өйткені адамдар түсінбейді. То есть ол өте қиын сабақтан сабақ беру, өте жаңағы, қалай айтсақ болады, неблагодарное дело. Сол сияқты сіздер жаңағы сабақты только ойынға айналдырмай, қиын ақпаратты бермеу емес, қиын ақпаратсыз кейбір пәндер мүмкін емес, мысалы инвестициялық сауаттылық, ол ақпаратты қиындатпай мүмкін емес. Менде оқыған 2 жігіт, сіздерге айттым ба, айтпадым ба, орыс группасына айттым ба, уже не помню, жалоба жасады.
Сосын мен Алматыға барған кезде кездесіп тұрып ананы көрсеттімші, ана волатильность статистикалық не. Қиын курсқа өздері келді маған. Содан кейін тағы айтады да, біз ананы түсінген жоқпыз, сіздікі только теория. Мен айтам, енді сіз бізге мынандай құрал беру керексіз дейді. Трейдингпен путает мына просто бізге қай трейдинг емес, бұл сіздер жаңағы сонымен сол түсінбеген, сол түсінбей қалды. Өйткені жаңағы енді мен басында ойлағам, мен дұрыс бермей жатқан шығармын деп. Одан кейін барып тұрып бүйтіп сызып тұрып қолмен бүйтіп көрсетіп тұрып 2-3 сағат уақытымды арнағаннан кейін мен уже түсіндім, что проблема не во мне, а проблема в них. Вот. Сол сияқты проблема жақсы қылам деп слишком оңайлатып тоже қажет емес, ақпаратымызды дұрыс беру керекпіз. Егер де жаңағы студенттер, біреулер жалпы жасап жатса, онда әртүрлі жолмен беріп көресіз ғой, одан кейін егер де сіз бергеннен кейін, кері байланыс бергеннен кейін ақпарат түсінбейтін болса, мысалы университетте істесеңіз да, оны жаңағы руководствомен обсуждать ету керек. Мен былай бердім. Все, ол ақпаратты қабылдамады ма, уже вина не в вас, а вина уже в студентах, да, которые не принимают. Самый главный сіздерде жаңағы берген ақпараттарыңыздан вот обучающий деңгей, мен мына 2 ақпаратты қосып сіздерге айтып жібердім. Практически олар өздеріне енгізе білу керек қой, жаңағы өздерінің тәжірибесіне алған ақпаратты қолдана білу керек. Егер адамдар қолданбаса, тогда уже что-то не то, может сіз ақпаратты доступно бермей жатсыз ба, может контроль жоқ, Енді тренингтің жаңағы университетпен айырмашылығы айтып кеттік қой, лектор мен жаңағы тренердің айырмашылықтарын басындағы. Мұнда уже осознанный адамдар келеді деп ойлаймыз. Оларды біз жаңағы тестировать етіп, наказывать етпейміз. Соңында жаңағы жасаған презентация немесе сабақ берген жаңағы видеосы арқылы біз бір бағалау жасаймыз, ақпаратты қабылдаған туралы. Енді самый главный өздеріңіз behavior деген деңгей болады, мінез-құлық деңгейі, одан кейін нәтижелер, қатысушыларыңыз сіздерден үйренген нәтижені жаңағы өзінің практикасында қолданылады, Бұл жерде жаңағы самый главный сабақта отырып кету емес, өздеріне не өзгерді, соны бақылау, жаңағы бір уақыт бересіздер, может быть, сіздерде жаңағы контроль топ ретінде бір сабақ өткізгеннен кейін кері байланыс, бірнеше күннен кейін өздеріңіз алсаңыз да болады. Насколько вот эта группа эффективно использовала то, что вы дали. Сіздер өздеріңізге тоже жазып алсаңыздар болады. Вот бір аптама уақыт беріңіздер, насколько олар жаңағы сіз берген ақпаратты тәжірибеге енгізіп жатыр, оны жинау енді өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жинайсыздар ғой ақпаратта. Сонымен қатар, әрине бұл жерде сіздерге шын қаржылық сауаттылық жалпы қиын курс қой, бұл оңай емес. Адамдар бұнымен жаңағы сила воля керек, өздерін қадағалау керек, мінез-құлықты өзгерту деген өте қиын ғой. Сол себептен бұл жерде кішкентай арада бір результат, нәтижеге жету оңай болмайды. Сол себептен бұл жерде жалпы кері байланысты қай кезде ыңғайлы, соған алсаңыз болады. Егер де вдруг сіз университетте істеп жатсаңыз, балалармен жұмыс істеп жатсаңыз, сіздердің араларыңызда бар сондайлар, өздеріңізге бақылау тобы ретінде алып, ол қаншалықты оларда мінез-құлықтары өзгерді, содан кейін бір сауалнама жасап жіберсе болады. Осы мен қарапайым тілмен жалпы мына 4 деңгейді сіздерге айтып өттім. Осыны өздеріңіздің практикаларыңызда жүзеге асырсаңыздар болады. Мынаны оқып шықсаңыздар, в принципе, мен қарапайым тілмен айтқан нәрсе осы жердің бәрінде жазылып тұр, KPI түрінде аласыздар ма, либо насколько олардың табыстары үнемдей бастады ақшаны, подушка безопасности қолдана бастады ма, ай сайын қанша ақша жинап жатыр, депозитте қанша сомасы өсіп жатыр ма, сол ғой енді главный көрсеткіштері. Білімдер монетизация жасап, жалпы қосымша табыс көзін ашып жатыр ма, ақшалары қаншалықты өсті. Осы мақсатты сіздер бақылай аласыздар деп ойлаймын. Бақылауға болатын нәрселер. Мен өзімде сіздерге осыны қолданам.
в принципе мен сіздерге жіберемін, сосын чтобы бір айдан кейін мен сіздерден кері байланыс алдым, иә, қаншалықты сіздерде өзгеріс болды. Өйткені сіздер адамдарға бермес бұрын өздеріңізде нәтиже көрсетсеңіздер, міне мен осындай нәтижеге жеттім, менде мынандай болды жағдайым, қазір өзім қаржылық сауаттылық курсын өтіп, осы тренинг курсын өткеннен кейін менің жағдайым мынанша болды, иә, тренер болып бастап мен мынандай ақша тауып жатырмын деген сіздің көрсеткіш менің жетістігім болады. То есть сіздер жеткен жетістік ол менің жетістігім болады. Сол сияқты басқа сіздер оқытқан адамдар ол сіздердің осы шын көрсеткіштерге жетсе, олардың жетістіктері олардың жетістіктері уже сіздердің жетістіктеріңіз болады. Былайынан біз не береміз ғой әлгі, мемлекет 1 теңге салды ғой маған, енді ол мемлекетке 5 теңге болып қайтып келу керек. Любой сіздің болсын, кімнің болсын салған ақша мультипликативті эффект деген түсінік бар экономикада. Біз мемлекеттің салған ақшасы 1 теңгесі ол экономикаға 5 теңге болып қайту керек, иә. Сол сияқты жаңағы олар маған 1 теңге салса, мысалы, мен берген ақпарат түрінде енді беремін ғой, сіздерді оқытам, сіздер оқытасыздар, солай былай бұл жалпы қоғамды бір қаржылық сауаттылығын жоғарылатуда біз пайда тигізу керекпіз, иә. Енді қысқаша айтып кететін болсақ, реакция дегенде сіздер бұл тренингтің олар өзекті болғанын, иә, насколько бұлардың жаңағы ең басында көздеген мақсаттарына жетті, соны көрсетеді. Жаңа дағды білім алғандарын көрсетеді оқудың кейін, иә. Қалай мінез-құлық дегеніміз бұлардың жаңағы привычкалар, ақшаны құрту, ақшаны жинау, мінез-құлықтардың өзгеруі. Ең соңында өлшем нәтижесі бұл қанша ақша бар. Осы 4 деңгейді міндетті түрде сіздер қадағалай білу керексіздер, иә. Крейг, Патрик деңгейлері деп аталады бұлар. Бұл тізбек, жаңа цепочка дейміз ғой, бұл цепочканы не өзеді? Слишком жаңағы ойын-сауық контенті болса, қазіргі блогерлар неге көп нәтиже бермейді? Олардың сабақтары кәсіби деңгейлері төмен болғандықтан, иә. Мысалы, қазір қаржылық сауаттылықты сіздердің араларыңызда, по-моему, бар бір қыз. Сіздердің топтарыңызда ғой деймін, өткен сабақта менде жаңағы Nvidia-ның акциясы бар деді, бірақ та айтады, соңында консервативті инвестормын деп. Кім айтты? Сіздерден ғой деймін, иә, бір қыздан. Мен ғой. Енді қараңыз, сізді оқытқан кезде сіздерде ең бірінші жаңағы сіздің қандай инвестор екеніңізді анықтамаған, иә. Өйткені сіз сол инвестицияның курсын оқып тұрып, сізде жаңағы өзіңіздің портфеліңізде Nvidia-ның басқа акция жоқ, Nvidia сізде ең жаңағы волатильный акция тұр да сізде, бірақ сіз өзіңізді консервативтімін дейсіз да. Бұл сәйкес келмейді жалпы. Қарапайым нәрсені өткізіп алғанда, сіздер бүйтіп үзіп жүйелі түрде білім алмағансыздар. Мен просто курс өтпедім да, мен өзім методом тыка пробую сейчас былай. Ешқандай курстан өтіп жатқан жоқпын, просто өзім сол пайдексті. Біреуден өттім дедіңіз ғой. Біреуден өттім дедіңіз. Жоқ, ол қыздан курс өткен жоқпын, просто ол кісінің айтқанын бір нелерінен көрдім да, и примерно өзім жасап көргенім ғой. Хорошо, жалпы сондай кейбір блогерларды мен тоже қараймын ғой. Өздері жаңағы банкте істеп көрмеген, тез байып кететін инструмент сияқты көрсетті, мысалы. Бұл дұрыс емес, иә, ойын-сауық контент ретінде. Тәжірибесі жоқ, кері байланыс жоқ, просто записанный курсы бар, адамдарға беріп қояды, и все. Бұл жерде жаңағы тренинг болмайды, иә, бұл жерде дағды адамда қалыптаспайды. Содан кейін жетекшінің қолдауы болмағанда жаман. Мен сіздерге кері байланыс әлі берген жоқпын көбіңізге. Кері байланысты міндетті түрде берем. Кері байланыс болмаса да адамдар жаңағы қиын темаларда кішкене нетеді, қиналады, иә. Үй тапсырмасы болмаса, жаңағы синтез деген мынау жерде айтып кеттік қой, синтез дегендер. Солар болмаса, адамдар көп ақпаратты ойда сақтамайды, бүйтіп оқиды да, сонымен бірге қалып қояды. Сосын
масштаб жеткіліксіз болуы мүмкін. Сіздерге қазір енді инвестиция саласында масштаб жеткіліксіз, потому что мен сіздерге чисто поверхностный ақпарат бердім, өйткені біз сағаттың ішіне кірмейміз, иә, үлгермейміз. Бірақ та сіздерге даже тот уровень, мен сіздерге берген уровеньнің өзі инвестиция туралы ақпарат алып, өздеріңіздің инвесторларыңыздың типін анықтап, даже келесі ақпаратты алмай бір портфель құрастыруға жеткілікті сіздерге ақпарат бердім, иә. Айттым жаңағы фундаментальный анализ жасамай-ақ қалай сіздер кредитный рейтингке қарап та шешім қабылдап, акция, облигация таңдай аласыздар, иә. И осының бәрі сіздерге, егер бұндай ақпарат бермесем, сіздер мысалы бұл да бір цепочканың үзілуі болып табылады да, жеткіліксіз ақпарат нәтижеге жету үшін. Сосын енді өзіңізде енді қазір 45 минуттық бір сағаттық сессия жасайсыз ғой, иә. Нақты 5 сұрақ әзірлеңіздер. Сізге жаңағы бірінші сұрақ, иә, бұл тренинг сізге қаншалықты маңызды болды, иә. Шкала қойыңыздар 1-ден 5-ке дейін, иә. Тренер анық түсіндірді ма, қатысуды жаңағы толық қатысуды, бәрінің қатысуын, дұрыс атсалысуын тренингке қадағалады ма, иә. Каждый күн сайын үйренген қандай нәрсе болды? Келесі аптада нені өзгеше жасаймын, иә, вот олардың предложениесі. Мысалы, мен сіздерден предложение сұрадым, бірақ та мен ана whiteboard дегенді қолдануға күнде сабақ болғандықтан, оны қолданып та үлгермейміз, потому что мен бар теоретический ақпарат сіздерге беріп үлгеріп жатқан жоқпын. Бірақ та келесі жолы бізде 1,5 сағат, если хотите, можем даже 2 сағат уже үй жұмыстарын талқылап жүрсек болады, иә. Сонымен бірге тағы да ашық сұрақ ретінде, бұл сұрақтардың бәрі қарап тұрсаңыздар ашық сұрақтар, иә. Нені жақсартуға болады деп сұрақ қойсаңыздар болады. Енді мен ойлаймын, келесі тренингтер бізде еще болады. Сол тренингтерға біз жақсылап дайындалып, жаңағы whiteboard, мира дедіңіздер ғой, соларды қолдануға мүмкіндік тудырамыз деп ойлаймыз. То есть бұл тренингтің масштабында емес, уже келесі тренингқа сіздердің берілген предложениелеріңізді мен қолданамын. Ол өте күшті маған көмектесті да, сіздердің айтқандарыңыз. Мына сұрақтарды өздеріңізге жазып алыңыздар, немесе суретке түсіріп алыңыздар, ұмытып қалмаңыздар, иә. Сонымен бірге анонимді болса да болады да, сіздердің мысалы кері байланысты анонимді түрде де, просто вот каждыйына беріп тастап, сол кезде адамдар көбінесе шынайы түрде жауап береді, иә. Сонымен бірге тренингқа дейін де сіздер өздеріңізге бағалау сұрақтарын жасаңыздар да болады, чтобы понять, да, қандай, бұл жаңағы көбінесе каздев, customer development, иә. Любой тренингті бастамас бұрын сіздерге айтып едім ғой, каздев біз 1-ші ма 2-ші сабақта сұрақтарын өткенбіз. Сол алғашқы сіздердегі өздеріңіздің тренингтің структурасын жасау үшін күшті құрал, өзің аудиторияны тану үшін. Енді қаржылық сауаттылық дегеніміз бұл жалпы тема бар ғой, бәрінде бірдей екен, соны білдім да. Мен қаншама адамнан сұрақтар каздев жасадым, бәрінде бір проблема. Білмейді, қарызды жаңағы менің тренингім жасалды ғой, сол сұрақтардың негізінде жасалған ғой. Көбі білмейді өздерінің кірістері мен шығыстарын, бәрінде кредит бар, білмейді қабілеттері монетизация, ақшамаз, не істеймін деп отырады. Сол себептен, в принципе, менің тренингімде адамдардың бөлігінің бәрі учитываться етілген. Егер басқа салада тренинг жасайын десеңіздер, өздеріңіздің курстарыңызды жасайын десеңіздер, осы методологияны алсаңыздар болады. Сонымен қатар, енді 90 күн енді слишком көп, өзіңізге бір сұрақ қойсаңыз болады. Қаржылық сауаттылық па, мысалы қаржылық сауаттылықты сіз курс ретінде қалыптастырасыз ба, или өзіңіздің араларыңызда бір кісі бар ғой тағы да, и мен өзінің курсын жасағысы келетін, иә. Сонымен қатар орыс группасында бар управленческий учет, иә, жасайтын. Ол кісілер мысалы мүмкін емес, мен бар ғой өзімнің курсымды қалыптастыруға мен өте көп уақыт жұмсадым. Бірнеше рет структурасын құрылымдадым, иә. Сол себептен каждый раз бір күні жасаңыз, екінші күні мынаны қосыңыз, бірінші дизайн жасап алғаннан кейін, мысалы 10 сағаттық курс жасайсыз ба, иә. Нені
қашан қалай кімнің қолдауымен өзгеше жасайсыз, иә. Нақты өлшемді болуы мүмкін. Каждый презентацияңыз бір басынан бастап аяғына дейін бір мақсатқа жетеді. Келесі презентация бір мақсатқа жетеді. Үшінші презентация үшінші мақсатқа жетеді. Сол каждый күннің презентациясын бір мақсатқа жеткізу болу керек та. Мысалы, мен сіздерге 2 инвестициялық сауаттылық пен қаржы сауаттылығын қостым. Өзімнің жаңағы бұл қаржылық сауаттылығы менде 7 сағаттық курс болған, инвестициялық сауаттылық 16 сағаттық курс болған. Сіздерде маған берілген сағат 10 сағат болғандықтан, мне пришлось попотеть, қалай мен жаңағы 10 сағатқа кіретін, плюс еще тренингтің механизмдарын қосатын, қалай ақпарат жасаймын деп көп ойластым, иә. Сонымен ана 26 сағаттан мен былай жұлып ең керектерін сіздерге бердім. Сіздерге жалпы мен берген ақпарат түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті. Иә, мына жерде сіз қазір мен 1 минут деймін, яқты жауап бере салайыншы қызыма. Сол үшін қараңыздар, мен мысалы қаржылық сауаттылық курсын жасар кезінде кітап алдым, библиотекадан барып, Назарбаевтың библиотекасынан барып, қаржылық сауаттылық деген қарап шықтым. Ол біздің реальностьқа особо келмейді, өйткені ол көбінесе жаңағы Американың тәжірибесіне негізделген. Енді ана жақта не қолданған, зато соны оқу арқылы мен түсініп шықтым да, не керек екен. Логический структурасын, иә. Сосын сіздерге негізгі өзіңізге жауап беріңіз. Негізгі даму мақсатым неде? Неге дәл осы? Я, не үшін керек? Қандай қоғамда мәселені шешесіз? Кімге көмектесе аласыз? Нақты іс-қимылыңыз, иә? Нақты нені жасаймын? Қашан, қаншалықты жиі? Бір өзіңізге бір 3 горизонт алсаңыз, иә, горизонт дегеніміз нақты іс-қимылдар и уақыт, иә. Сонымен қатар кітаптар. Міндетті түрде осы менің ғана курсыммен тоқтап қалмай, жалпы теоретический білім, кітаптар, курстар. Менде еще бір не алдым, ағылшын тілінде осындай қаржылық сауаттылықты дамытатын Америкадағы блогерлар, финансовый инфлюенсер дейді оларға. Солардың кітаптарын тауып алдым, мынандай 3 кішкентай кітап. Кому надо, я вам могу, Астанаға барған кезде могу спотать, можете тоже почитать. Өте қызық, ақша, олардың да қарапайым айтатын сөздері: ақша жинам, жаңағы кэшбэктерді қолдан, Американың өзінде, иә, тиімді жұмса. Мен айтқан ақпараттың бәрі оларда айтылған. Сол себептен жаңағы елдер зачем мне следить, нельзя думать, надо наслаждаться, сегодняшним днем жить дейді ғой. Бірақ та енді бұл международный опыт, иә, басқа елде тоже соны рекомендовать етеді, поэтому я смело вам начала это рекомендовать, да, потому что араларыңызда бар ғой нақты ай сайын табыс көріп отырған адам. И самое главное, мақсатқа жеткеніңізді қалай білесіз, тоже измеримый болу керек. Көбінесе адамдардың реакциясына, иә, сіздерге ұнамаса, мысалы, курс, елдің бәрі сразу айтады: ой, мына курс ұнамайды, мынауыңызды жетілдіру керек, ананы жетілдіру керек деген сияқты. Өздеріңізге қандай мөлшері бар, соны өлшеп алыңыздар, иә. Қазір 1 минут жасамайыншы есікті. Потом қараңыздар, осы группада қанша адам отырсыздар?
жалпы енді осы теманы түсінгеннен кейін бір-бірлеріңізбен бірігіп алсаңыздар болады. Мысалы, сіз курс жасап боласыз да, бір-бірлеріңізді бірігіп жұмыс істеуге болады да, бір-бірлеріңізді сессия бұрын тыңдап, мына жері мынандай, мынаны былай істейік деп. Өйткені менің сабағымды өткеннен сіздер ғой, бір кәсіби орта болған дұрыс. Кім жалпы қаржылық сауаттылықты дамытқысы келеді, біріксек болады. Мысалы, бір чат ашып, ақпаратпен бөлісіп деген сияқты. Бұл қалай айтсақ болады, peer experience sharing дейді. Әлемде жалпы дамыған университеттер тегін оқытып, тегін ақпаратпен бөлісіп, немесе дамыған елдер дамушы елдерге көмектеседі ғой. Бұл дегеніміз қолдау, бір-бір қолдау, бір кәсіби орта қалыптастыру. Егер де осы салада ары қаратай жұмыс істейтін болсаңыздар, тренер, ары қаратай осы саланы бірге дамытсақ болады, бір-бірімізбен кері байланыс алып. Бұл өте қызықты. Негізгі осы жауапкершілік жұптары дегеніміз бұл осыған негізделген. Сонымен бірге әрқайсыңыз, мысалы, біреу 10 сағаттық курс жасауы мүмкін, біреу 5 сағаттық, 6 сағаттық курс, бір-бірлерімен нетіп, мына жері мынандай емес, мына жері мынандай, мынаны істе деп, енді кәсіби бір саладағы адамдар болғандықтан бір-бірімізге солай көмектессек болады, Сұрақ қойып жіберсем болады ма, сізге қаласа? Сұрақ қойып жіберсем болады ма? Иә. Біз қаржылық сауаттылық жайында жазуымыз керек па? Курсты? Жалпы тренинг для тренеров осы қаржылық сауаттылықты дамыту негізінде болған, бірақ та біз сосын ақылдаса келе ойладық, араларыңызда, мысалы, үй саласының мамандары бар, қаржыгерлер бар, бухгалтерлер бар. Принципе, осы өздеріңіздің салаларыңызда да тренингтің осы инструменттерін алып, өздеріңіздің салаларыңызда жасасаңыздар да болады. Енді бұл жерде өзіңізді жасағанда да бұл жерде сіздерге жалпы не беріп тұрмыз ғой, мынандай инструменттер, қалай жасау керек, презентацияны қалай жасау керек, қандай топтар болады, қалай ақпаратты беру керек, логическая структурасын алып, осы тренерствоның өздеріңіздің салаңызға қолдансаңыздар да болады. Бухгалтер емес, қаржыгер емес, сонда жасай берейік. Сіздің берген қаржылық сауаттылық туралы берген мәліметтеріңізге сүйене отырып жасаймыз ба? Соларға сүйенсеңіз де болады. Енді бұл ұзаққа созылған ғой, сіз одан выжимка алып, 1 сағаттық бір өзіңізге қандай ақпаратты қолданғыңыз келеді, соны жасап шықсаңыз болады. Кеше сіздерден айтты ғой бір кісі, кэшбэктер туралы. Мысалы, ол кэшбэктерді мен білмеймін. Сол сияқты маңызды ақпаратты бере алсаңыз, бір теманы ашығырақ айтқыңыз келсе де болады. Мысалы, тема страхование біз қамтып үлгерген жоқпыз, ол туралы айтқысы келетіндер де бар. Осы салада жұмыс істейтін адамдар бар. Қайсы саланы өзіңіз алып аша аласыз? Мына жақта қаншама инструменттер тұр, мысалы, осы инструменттерді қолдану арқылы сіз өзіңіздің салаңызда енді тренинг жасай аласыз деп ойлаймыз. Мақсатымыз сол ғой енді біздің. Жалпы кәсіби тренерларға арналған әртүрлі кітаптар бар. Вот Малкольм Ноулс, Андрогойкин конгрегациясы, қағидалар мен жаңағы қазір сразу қолдануға берілетін әртүрлі инструменттерді береді. Бұл әр тренердің бірінші кітабы болу керек. Екінші Шерон Боуман. Бұл жерде 4С моделі деген, бұл кішкене бигинер левелдағы не ғой енді кітаптар. Мен бірақ өзім мына кітапты оқыған жоқпын, енді оқып бастаймын. Ортаңғы деңгей, жаңағы Браунның кітабы, нейроғылым, неге ұмытамыз ақпаратты, неге білімді біздің ойымызда ұстап қалатын не. Орта деңгей тағы да Харальд Столович, бұл көбінесе жаңағы бизнес тренерларға арналған, компанияларға сабақ берілетін тренерларға арналған. Егер де осы салада, мысалы, мен қазір әлі үлкен корпорацияларға шыққан жоқпын, иншаллах, болашақта шығам деп отырмын, потому что позволяет у меня навыки. Оларға шыққан кезде мен уже тағы да оқу керекпін, өзімнің деңгейімді ары қаратай жалғастыру керекпін. Оларды да өздерінің корпорацияларға, бай адамдарға, мысалы, ақшаларын қалай басқару керек, инвестиция деген бұл
күрделі сала ғой. Қазір home office деген шығып жатыр. Американың моделі бізге полностью Қазақстанға келіп жатыр. Страхование саласында болсын, иә. Немесе осы сіздер қазір бар ғой, қазір мамандық шығады. Бізде ол көп дамиды. Келесі 10 жылда осыдан көресіздер ғой, қаржы, финансовый жеке жанұяның қаржы менеджері деген ол болады. То есть фрилансерлар әр адамның үйінің ақшасын басқарады. Өйткені инвестиция саласы өте қиын, оған да бір күнделікті талдау жасап отыру керек. Осы салада егер ары қаратай білімдеріңізді тереңдеткілеріңіз келетін болса, сіздердің араларыңызда CFA бар, біреу бар. Орыс классында бір қатысушы бар, біреу деппін ғой, кешіріңіздер. Орыс тобында деймін. Мысалы, сондай деңгейлі адамдар отыр. Олардың мақсаты, мысалы, тренерлікті үйреніп, ары қаратай бай адамдардың, ақшасы бар адамдардың, даже орта деңгейлі адамдардың ақшасын басқару. Мысалы, сіздер жалпы халықтың, енді көп халықтың ақшасы көп емес қой, оларға қарапайым деңгейде ақшаны басқаруды үйрету, алар аналарға ақшасы көптерге ақшаны көбейту үйрету. Өздеріңіздің орталарыңызды таңдап алу керек та, қай аудитория сіздікі, и соларға ары қаратай дамытасыз. Енді халықпен жұмыс істегеннен кейін уже келесі деңгейге өту керек бар, қаржы саласында, инвестиция саласында да, даже мынау тренингтің саласында да бұның өзінің деңгейге бөлінеді. Ары қаратай деңгейлеріңізді жұмыс ету керек болады, Джон Медина, фасилитация өнері, Дейл Хантер, бұл кітаптарды оқып, егер тәжірибеде қолданбасаңыздар, бұның бәрі құр қалады. Сол себептен әрбір сіздердің алған оқуларыңыз бұл белгілі бір тәжірибеге ену керек, қолданысқа ену керек. Әртүрлі сообществолары бар. Мысалы, Талпынап, кім біледі Талпынапты? Ол жерде де жақсы сообщество, сертификат берілетін сообщество. Орыстарда енді ол жақсырақ дамыған бізге қарағанда. Бізде енді осы тренерларды, жалпы сабақ беретін блогерлардың бәрі сабақ бергіш болып кетті ғой. Сабақ береді каждый адам өйтіп сабақ бере алмау керек. Сабақ беретін адамда белгілі бір деңгей болу керек, степень болу керек, жаңағы докторант деген сияқты, немесе тренердің сертификаттары болу керек. Сол кезде ғана адамдар елге сабақ бере алу керек, И соңғысы рефлексия, өзіңізбен өзіңізді жұмыс істеу. Өзіңізбен өзіңіз соңында жұмыс істеңіз міндетті түрде, ең бірінші ойыңызға не келеді? Сіздер отырыңыздар да, қаржылық сауаттылығынан енді сіздер 10 сағат тәлім алдыңыздар ғой, өзіңіздің дизайн курсын қалыптастырған кезде, что вы поняли, что вам залетело? Быстро напишите 7 вещи, ақшаны дамытуды, 7 деңгей. Ең бірінші нені түсіндіңіз, соны жазыңыз, соны ашсаңыз, ол сіздің миыңызға сіңген ақпарат, значит, ол сізге қонымды болды. Мен берген ақпарат түсінікті болды. Соның деңгейінде дизайн жасап шығыңызшы. Сіз ұққан ақпарат, значит, сіздің өзіңіздің адамдарыңызға, сіздің аудиторияңызға ұнайды. Мен қабылдаған ақпарат, мен сіздерге оны дұрыс жеткізе біліп жатсам, значит, менің ақпаратым ол менің аудиторияма ұнайды. Сіздер менің аудиториямсыздар, Сол сияқты әр адамның өзінің аудиториясы болады, әр адамды түсінетін аудитория болады. Сіздің ойыңызға, түйсігіңізге, жүрегіңізге қонған информация ол басқа адамға да қонады, Сол себептен бұл мына жазылып тұрғанды сіздерге қарапайым тілмен айтып жатырмын. Осыны жазып шығып қалыптастырыңыздар. Жақсы ма? И соны жасап болғаннан кейін уже ары қаратай оны структурировать етіп, нақты нені, қашан, қандай контекстте өзгертесіз, сосын барып сол ақпаратты ары қаратай өзгертіп отырасыздар, Содан кейін барып жаңаға кері байланыс аласыз, мысалы peer to peer, мына жерде айтып кеттім ғой, өздеріңіздің жаңағы осы топтан, менен сабақ алған топтан бір адаммен біріп алыңыздар, одан кері байланыс аласыз, немесе кері байланыс алған соң енді өзіңізді ізденесіз, содан кейін ақпаратты халыққа бересіз, халықтан кері байланыс аласыз. Солай бірте ақпаратты, контекст қой, енді бұл контентіңізді жақсартып отырасыз. И келесі ақпаратты мен өзгертемін. Менің ақпаратым, мысалы, мен өзімнің презентацияларым қараймын ғой, бірінші презентациямды қазір қараймын да, деймін ғой, мынандай презентацияны қалай мен елдерге айтқам деп. Бірақ енді жалпы өзім айта сөйлей білгендіктен, ол ақпаратты елге қонымды болды. Бірақ та
енді ол в процессе обучения каждый раз обучать етіп кері байланыс алып идеяңыз дами береді, бұл да творческий процесс. Жалпы мұғалімдік бұл творческий процесс қой, каждый раз жақсылап дамыта бересіз, иә. Жалпы енді бұл иә. Манағы сонда біз жасаған сайтымызды біз біреулерге өтуіміз керек па? Иә. Сіздерге ең бірінші сабақта 15 минуттық біз кіріспе сабақ өтті ғой, оны біз сіздерге жібердік, иә. Сол жақта барлық талап тұр. Сертификат алу үшін не істеу керек? Соңғы нәтиже, бұл тренингтің басты мақсаты сіздерден тренер жасап шығу, сертификат аласыздар. Не үшін? Сіздер осы ары қаратай адамдарды оқыта білу қабілеттеріңізді дамыту үшін, иә. Мен сіздерге техника беріп жатырмын, инструменттер жай ғана айтып қойып жатқан жоқпын, қаржылық сауаттылықты негізі ретінде алып задание беріп жатырмын сіздерге, иә. Сол задание жасау арқылы, мысалы, өздеріңіз болашақта задание жасаған кезде, студенттермен жұмыс істеген кезде, соның негізінде алып, сіздер де оларға тапсырма бере аласыздар, иә. Енді бұл 1 сағат болғандықтан сізге выжимка жасау керек болады ғой. Сол үшін выжимка үшін 7 сұрақ қойды, 7 минут, иә, өзіңізбен бірге отырып, өзіңізбен адал сөйлесіп, не түсіндіңіз, иә, соны жазып шығыңыздар, тез ойыңызға не келеді, соларды ғана жеткізе біліңізші. Сол 7 сұрақтар жаңағы ойыңызға келген, иә. Бұл ең жаңағы сізге қалай айтсам болады. То, что вы поняли, если то, что вы поняли, пропитали в себе, то, что вы использовали, ол басқа адамға да қонымды болады. Вот. Қарапайым подход у вас должен быть просто такой, қарапайым болсын. Қиындатып қажет емес, қиын бір, біз просто иногда ойлаймыз да, ана қиын берген сайын біз крутой көрінгіміз келеді деп. Оказывается, дело не в этом. Надо информацию давать попроще, объяснять попроще, чтобы людям было доступно, иә. Мен мыналардың бәрін оқып жатқан жоқпын, сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп жатырмын, иә. Бірақ соңында мен берген ақпараттың бәрі мына жерде тоже жазылып тұр. Бірақ та мен сіздерге логически қарапайым тілмен түсіндіруге тырысып жатырмын, иә. Сіздерде тура солай болу керек. Не надо читать презентации. Главное, вам нужно донести информацию простым языком. Түсінбеген адам оқиды да, қайтадан өздері түсініп алады, иә. И слишком көп ақпарат беріп те қажет емес, слишком аз ақпарат беріп те қажет емес. Аз ақпарат берсеңіз, айтады, сіздің презентацияңызда түкшікенде ақпарат жоқ, потому что адамдар ұмытып қалады ол ақпаратты. Сол үшін слишком аз ақпаратты беру емес, слишком көп ақпаратты беру емес, нормально түсінетін ақпарат беру керексіздер ғой. Сұрақ бар ма сіздерде? Менде сұрақ бар да. Аха. Тренинг өткізген кезде мен түсінгенім бойынша енді барлығын қамтымасақ та, бірақ негізгі бір өзіміздің нақты жаңа түсінген немесе бір базовый жаңа қаржылық сауаттылыққа қатысты, иә, өзіміз жақсы түсіне білетін бір нәрселерді бір тренинг полноценный 2 сағаттық болмаса да бір 20 минутын сол адамдармен өткізіп, сөйтіп сіздерге ұсынсақ болады, иә. Я, вот мақсат сіздерде қиындатпаңыздар. Вот я же говорю, оны сіздер түсіну үшін не түсінбедіңіздер. Чисто вот сядьте, медитируйте, вот успокойтесь, отырып, онымен кейін ойыңызға не түсіндіңіз, соны қағазға жазып шығыңыз да, на основе этого сделайте. Бұл менің айтқан сөзім емес, вот рефлексия, иә, ойға келген нәрсені бірін жазып шығыңыз. Просто вот адал жаныңыз бәрін жауып тастаңыз да, вот задайте себе вопрос, что вы поняли. И содан ғана жасап шығыңызшы ақпаратты. Сол. Енді осы самый главный енді біріншіден бастайсыздар, это бұдан кейін самый главный өздеріңіз рефлексия беріп, өздеріңізбен жұмыс істеу арқылы келесі жолы нені өзгеше жасайсыз, нені жетілдірдіңіз. Сіз ары қаратай домашний задание жасаған сайын, ойланған сайын, ақпарат алған сайын, тәжірибеңізге енгізген сайын, сізде бір ақпарат күшейе түседі да, жаңағы страховканы қосасыз ба, ары қаратай кэшбэктерді ашығырақ көрсетесіз ба, иә. Қатысушылардың кері байланысынан да жинауға болады ғой, олардың больдарын.
иә қатысушылардың кері байланысы может жарайды енді қазір 7 күннің ішінде сіз жаңағы каздев жасап үлгермейсіз, бір ұзақ 10 сағаттық 5 сағаттық курс жасағыңыз келсе, онда каздев жасауға болады. Солардың жаңағы сұрақтар негізінде әрбір сұрақтан 1-2-3 презентацияның ақпаратын алсаңыз болады. Бұл жерде мәселе не тұрады? Презентацияға не берем деген сұрақ туындайды, өйткені берген ақпаратыңыз белгілі бір мәселені шеше алатын болу керек қой. Сол себептен бұл жерде адамдарға дағдысын қалыптастыратын механизмдер беру керексіздер ғой. И самое главное, следите за собой, саморефлексия. Не өзгерттіңіз, не жақсартасыз? Мен до сих пор инвестициялық курсымды қалай жақсартсам, практически жағын қалай жақсартсам, и каждый раз улучшаю, и каждый раз сама недовольна. В принципе, совершенству нет предела дейді ғой. Совершенствовать ету жақсы, потому что мысалы мен берген ақпараттарды қазір вайб кодингті дұрыс үйренсе, ол да күшті жасап береді, иә. Ол кезде мысалы қаржы саласы қазір дұрыс бәрін есептеп отырмай, осы иді дұрыс қолдану арқылы да күштілеп жаңағы портфель құрастыруға болады. Мен ойлап отырмын, мен соны үйреніп алып, соны үйретсем бе екен деп. Мысалы, оны үйрену үшін де мен өзім оқу керекпін ғой, иә. Сол себептен не ограничиваемся. Нужно будет, я отучусь, мне кажется, процесстемін да, и адамдарға соны ұсынсам болады. Уже жаңа сіздердің араңызда бар ғой, иді тренинг жасаймын деген. И мен қаржылық сауаттылықты біріктіріп жерсе де болады. Вайб кодинг арқылы адам өзінің финансын қалай қалыптастыра алады деген мысалы. Вот сіздерге күшті идея. Әр сабақты главный жақсартып отырсаңыз болды ғой. Енді біз ойлаймын, енді мынау 10 күннің біз оқу нәтижесін біз мәресіне келдік уже. Біз ең бірінші не өттік, иә? Бірінші күннен бастап тренердің рөлін оқыту, дәріс оқу, тренер дегеніміз не, жаңағы лектор дегеніміз не ажырата білдік, иә? Ноулстың андрогогикасының 6 қағидасын қолдандық. Кім біледі қазір, айтыңыздаршы маған. Андрогогика дегеніміз не Ноулстың? Блумның таксономиясын өттік, иә? Және де оқытуға дейінгі қажеттіліктердің айқындау үшін базалық талдауды да жүргіздік, иә. ADI формат, ADI дегенді өткен сабақта өттік, сіздермен өттік па, или қалдырып қойдық па, не помню. Бұны да біз өттік. Белсенді әдістер арқылы оқыту фасилитациясы. Бұл деген жаңағы кейс стади дегендер ғой. Топтық динамика, қиын қатысушылармен қалай жұмыс істеу, иә. Бізде орыс тобында болды қиын қатысушы. Мен қалай жұмыс істедім, тура соны қайталасаңыздар болады, иә. Бүгін өттік, вот Киркпатриктің 4 деңгейі бойынша личный және де кәсіби өзіңіздің жаңағы 90 күндік жоспарыңызды, иә, қалай 10 күндік курс сразу жасала алмайсыз дедім ғой, енді бірле жасап шығуыңыз мүмкін, бірақ та қалай жақсартамын деп өзіңізге срок беріңіз, 30 күн, 60 күн, 90 күн, иә. Сол уақыттың аралығында кәсіби бір курс жасап шығатындай уақыт. Енді жалпы біздің сіздерге сертификатты тапсыру міндетті түрде балған ақпарат негізінде болады. Өздеріңіздің курстарыңыз жасайсыздар, айтқандай домашний заданиеден бұрын жаңағы курстар маңыздырақ. Домашний заданиені мен сіздерге 2-3 күннің ішінде каждыйыңызге фидбек беремін, иә. Маған айт, мен ұмытамын, маған көрсет, мен есімде сақтаймын, иә. Маған жасатып көр, мен үйренемін деп Конфуций айтқан, иә. Сол себептен бұл жерде қатысушыларға жасау мүмкіндігін беріңіздер. Жасау мүмкіндігі беру дегеніміз, вот сіздер курс жасайсыздар, иә, домашний задание жасап жатсыздар. Бұл сіздердің жаңағы синтездеу, талдау жасау қабілеттеріңізді дамытуға арналған құралдар, иә. Енді мен ойлаймын, сіздерге ақпараттың бәрін, осы тренингтің бүткіл керекті ақпаратты өздеріңіз тренер болу үшін, курс жасау үшін бердім деп. Тағы да егерде ақпарат керек болатын болса, кері байланыс керек болатын болса, мен сіздерге сотка номерімді жазып қойдым, жазсаңыздар болады. Мүмкіндігінше жауап беремін. Voice message'пен, иә, жауап бермесем де максимально жауап беруге сіздерге тырысамын. Сұрақ бар ма? Осы сабақ бойынша.
Әзірге сұрақ жоқ. Жалпы жұмыс барысында болса, болады ғой сізге хабарласуға. Иә, болады. Рахмет. Қазір мен тауып алайын. Қазір. Так, сұрақтарыңыз жаңағы үй жұмысы бойынша қандай не бар, соны қоя беріңіздер. Мен қазір презентацияны тауып алайын. Неужели сіздерде вообще домашнеге не жоқ? Сұрақ жоқ вообще, айтыңыздаршы. Үй жұмысы бойынша. Я кітапты мен сіздерге бере аламын. Библиотекада да, центральный библиотекада да өте көп кітаптар бар. Барып алсаңыздар болады, сатып алмай-ақ, иә, керек қарап и қаржылық сауаттылықты солай да дамысаңыздар болады. Өйткені бір оқығаннан кейін сол кітаптар көбінесе қажет болмай қалады. Өйткені керек ақпаратты өзіңізге аласыз ғой. Настольная книга ретінде осознанный инвестор деген кітап, маған сол ғана кітап ұнайды. Манифест инвестора деген де кітап бар. Сондай международного уровня кітаптарды өздеріңіздің кәдімгі настольная книга ретінде алсаңыздар болады. Қалған кішкентай басқа финансовый консультанттардың кітаптарын библиотекадан да қарап көрсеңіздер болады. Енді қаржылық сауаттылығына көшейік. Жалпы бізде 10 минут перерыв болу керек. Перерыв аласыздар ма, демаласыздар ма, или өткізе берейік па? Жоқ. Ары қартай өте берем дейсіздер ма? Иә, без перерыва ертерек бітірсек. Сізді де не істемеймін. Так, енді біз қаржылық сауаттылық бүгін тоже қорытынды модуліміз. Біз қаржылық сауаттылықта қаржылық бақылау деңгейі, негізі 3 деңгейінен өттік. Қаржылық бақылау, жоспарлау, көбейту деңгейі. Мынау инвесторлар типі портфельдер бұл көбейту деңгейіне жетеді. Ең бірінші 3 деңгей. Мен ең басында өзіме осылай 3 былайынан енді курс құрған кезде ең үлкен топ-даун approach дейміз ғой енді. Бірінші үлкен темаларды аласыз. Мысалы, қаржылық сауаттылық. Қаржылық сауаттылық деген сөз тема же понятие растяжимое, оның ішінде не кіреді? Кредит те кіреді, инвестиция да кіреді, жоспарлауда, страхование да, инвестиция бәрі кіреді ғой қаржы саласына. Қаржының саласы, инвестиция саласы, капиталды көбейту, қаржыны жоспарлау саласы бұл жаңағы. Банктың инструменттері, жаңағы страховой инструмент, планирование, соларды білу, қаржылық бақылау деген ол қарапайым, жаңағы қаржылық сауаттылықтың 7 қасиеті деген тема. Енді қаржылық бақылаудың өзін ары қартай былайынан кәдімгідей сочинение жазған кезде бірінші үлкен жоспар құрастар ғой. Жоспар құрастарда ол жоспардың ішін жаңағы бөліп тастайсыздар. Тура сол подхатты қолдансаңыздар, даже презентация жасаған кезде, курс жасаған кезде, ол методика қалыптастыруға көмектеседі. Енді жалпы қаржылық бақылау бұл не және не үшін қажет? Сіз әр айда тапқан ақшаңызды және жұмсағаныңызды нақты үйренесіз. Кім қазір өзінің тәжірибесіне енгізіп жатыр? Кім ақшасын дұрыс басқарып үйренді? Енді одан кейін біздің мақсатымыз баланс. Сіздер жасап атқан жоқсыздар ма? Неге жауап бермейсіздер? Шығыстар кірістерден аспайды, тұрақты қалдық бар, баланс деңгейі. Енді біздің деңгейіміз әрине баланс деңгейі, бірақ та егер де сіздің неңіз баланс деңгейде тұрса, біздің мақсатымыз баланстан уже профицит деңгейіне өткізу. Бұған біз қалай келеміз? Дұрыс бақылау арқылы, саналы шешімдер қабылдау арқылы. Бұл психологиялық. Менде ең бірінші сабағым негізі психология сабағы. Психологиялық сабақта көбінесе жаңағы
қоғамдық андай статный поведениені қалай басқара аламыз, соған арналған сабақ болған, бірақ сіздердің в рамках моего урока это не предусмотрено. Одан кейінгісі уже өсу сабағы, иә, бақылау мен жинақ пен инвестицияның негізін біз өттік. Я енді очень надеюсь, мен сіздерді контроль жасап жатқан жоқпын, домашний заданиені өткізіп, соңғы деңгейге дейін жетеміз деп. Өйткені ақпарат өте құнды болды. Егер де сіздер мен берген ақпаратты дұрыс қолдансаңыздар, тәжірибелеріңіз вообще круто будет. Қаржылық бақылау келесі циклдардан өтті, иә, кірістер мен шығыстарды айқындадық, талдадық, бюджет жасадық, факт план, иә, жаңағы жазып жатсыздар, иә, заранее қандай шығыстарыңыз болады, факт қандай салыстырып, иә, бұл біздің жаңағы мынау баланс деңгейіне жеткізу үшін, баланс деңгейінен келесі деңгейге өткізу үшін, иә, өсу деңгейіне. И біз жасаған планымызды бұл жоспар жасап, постоянно қарап отырамыз дедік, иә. Портфель қалыптастырсаңыз, ребалансировка, портфель қалыптастыру деңгейіне жетпесеңіз, монетизация навыкі, қарыздарыңыздан құтылып, ақшаңызды көбейту деңгейі. Бұл үнемі үрдіс тоже өсу процесінен тұрады. Бұл сразу болып кетпейді, но терпение и труд все перетрут. Енді біз не үйрендік тағы да? Мынау программаларды кім қолданып жатыр? CoinKeeper, Kaspi Gold'дан шығарып алуға болады, иә? Транзакция тарихын қайда не ақшаңыз кетіп жатыр? CoinKeeper'де сұраса болады ма? Он платный, да, версия полностью? Бесплатно барлық Тіпті, нелерді қолдана алмайсыз, инструменттерін. Бірақ та мен сіздерге ана сабақта неде бердім ғой, басқа да нелерін. Соларды кітапта қолдансаңыз. жазып тұрғандардың ішінде просто мынау CoinKeeper'ді полностью платный екен версиясы ше. Мен негізі енді бұрын жаңағы былай жазбаша по старинке, короче, блокнотқа, маған лучше осындай Блокнотқа да болады. жазып, Notion деген қазір удобно, тоже. и заметкаларға жазған удобно. Каспиді тоже қолданам, транзакция тарихын, сол Каспиден қарап. Мен өзім Excel'ге жазатым мысалы. Немесе жаңағы заметкаға да жазуға болады. Потом Notion деген өте удобно тоже жазғанға, иә, структурированный көріп отырасыз. Апта сайын мини шолу жасаңыздар, міндетті түрде. Жаңағы нені Каспидан транзакция, қай банктың несі бар, сол жақтан тарихын алып алып, транзакция тарихын категория бойынша талқыласаңыздар болады, иә. И міндетті түрде план факты біз салыстырып отырамыз. И самый главный, сіздер 50-30-20 деген ережені өздеріңізге енгізді деп ойлаймыз, иә. Қажеттілік, жалдау, тамақ, көлік. Енді бұл қажеттіліктер шығынын сіздер азайта алмайсыздар. Бұл міндетті шығындар, иә. Ең азайтатын бұл тілектер, иә. Кафе, киім, ойын-сауық, хобби, саяхат. Осы категориядан ғана ақшаны азайта аласыздар. Бұл міндетті шығындар, бұл болады өмірде, өмір сүргеннен кейін міндетті шығындар. И сізде мынау жинақ 20%-ға жетпесе, онда реально надо работать. Вот қандай инструменттерді бердім, солармен сіздерге жұмыс істеу керек. Жалпы қаржылық денсаулықтың финансовый состоятельность дейді ғой енді, немесе оздоровление, да, здоровое финансовое состояние. Оған нет. Егер де сіздің жинағыңыз 20%-ды қамтыса, иә, қарыз нүктемесі сізден 30% болса, анау тест тапсырғанда да көрдік қой, иә, 30% болса, ол норма, одан жоғары болса, уже дұрыс емес деген. Дұрыс емес болғанда дұрыс, просто надо подумать, как надо гасить, и 30%-дан асырмау керек. Қазір мемлекетте жаңа заң бойынша осы талапты кіргізіп жатыр. Бұл мен ойдан тапқан процент емес, бұл международный не ғой, енді рекомендуемый уровень, да. Енді соны заң түрінде қазір бізге енгізгелі жатыр. 1 июльдан бастап қарыз жүктемесі 30%-дан асатын болса, уже қарыз беріле бермейді. Бұл жерде микрокредитный организация, банктер бәріндегі қарыз жүктемелер есептелінетін болады. Қауіпсіздік жастығы, иә, міндетті түрде болу керек. Сіздің 3 немесе 6 айлық кірісіңізді, шығысыңызды жабатын сома. Кірістеріңіз міндетті шығыстарыңыздан жаңағы 1,5 есе көп болу керек, иә. Бұл дегеніміз қанша? Мысалы 50%, 75% қояды. 75% жаңағы 1,5 есе. 100 мың міндет шығын, не міндетті шығыстар болса, кіріс 175 болу керек, иә.
Инвестициялық коэффициент мысалы сіздің инвестициялық активтеріңіз кіріске бөлген кезде инвестициялардағы активтер дегеніміз бұл қалай айтсақ болады екен бұны, құнды қағаздардағы сомаңыз и плюс бұлар сізге қаншалықты табыс әкеліп тұр, иә, кірістің қанша бір бөлігін. Дивидендтері ма? Бұл пассивті табыстар ғой, иә, дивиденд, акцияның құнының өсуі мысалы, иә, бұл да сіздің табысыңыз көбейеді. Ол сіздердің кірісіңізден, активті кірістеріңізден қанша процентін әкеліп тұр, иә, инвестициялық коэффициент. Бұл да жыл сайын өсіп отыру керек. Енді қазір сіз ашып бастасаңыз, көбіңізде жоқ қой енді. Егер барлар болса, табыс қанша түсті, дивиденд қанша түсті, құны қанша өсті, иә, соны көре аласыздар, бүткіл брокерский счеттарда көрініп тұрады қанша пайызға өскені. Мысалы, менде жылдың басынан бастап где-то қызыма ашқан, басқаларын әлі тексерген жоқпын, қызыма ашқанды просто басқа инструменттер алғамда 17%-ға өскен. Ол кірісіңнен қанша пайыз, элементарно, иә, активный кірісінен қанша пайызды қалыптастырады. Соны ай сайын өлшеп отырасыздар ғой, мына 12-ге ай сайын есептеп, и жылдық өсімі қанша береді сіздің инвестициялық табыстарыңыз, соны бақылау керексіздер. Бұл өте маңызды, жаңағы инвестицияңыздың қаншалықты ROI деген көрсеткіш қой, қаншалықты сізге табыс әкеліп жатқанын білу үшін. Мысалы, қаржылық жоспарлау деңгейі, жаңағы финансовый планирование деңгейі, бұл жерде біз смарт целімізді анықтадық, иә. Смарт цельді дұрыс анықтау үшін сіздерге мен Excel таблица жібердім. Маған Excel таблица өте қатты ұнайды. Өзім жасадым оны. Чисто мой интеллектуальный труд. Қысқа, орта, ұзақ мерзімді, иә. Ол жерде нақты көрініп тұрады. Қанша ақшамен саласыз, и сомасы білген кезде ай сайын жинайды. Сразу көресіз да, там слишком мынандай қол жетімсіз емес, реально қанша мақсаттарыңызға жету үшін қысқа, орта, ұзақ мерзімді ай сайын сіз ақша құйып отыру керексіз. И сізге ол мотивация береді да, бір жағынан. Мынандай сома керек, значит, мен мынандай сома үшін жұмыс істеймін деген. Қауіпсіздік жастықшасы, иә, не үшін керек, сіздер бұны тоже білесіздер, иә, не үшін керек емес. Мысалы, бұл кім айтады маған, не үшін керекпіз, не үшін қолданамыз қауіпсіздік жастықтарын? Егер де біз жұмыссыз болып қалып жатсақ, қандайда бір ауруға шалдығып қалып жатсақ, сондай бір жағдайлар кенеттен болған жағдайларда осы өзіміздің қазіргі өмір сүріп жатқан деңгейімізді ешқандай не істемей, мысалға өзімізді қалай десем, енді кемсітпей, не экономия, енді толыққанды бүкіл шығындарымызды жабатындай сондай бір мөлшеріміз ғой. Бұл үшін енді ай сайын отбасыңыздың толық міндеттемелерін, бүкіл жаңағы потребностьтарын жабатын сумманы білу керек та. Мысалға ол 500 мың болса, значит 3 айға 1,5 миллионы керек. Либо 6 айға в идеале, конечно же, 3 миллион теңгені сізде жастықша ретінде болған дұрыс та. Иә, дұрыс. Ұмытқан жоқсыздар ғой, иә, егер де сіздерде қауіпсіздік жастықшасы жоқ болса, я вам не рекомендую инвестицияға кіруге. Бірінші қауіпсіздік жастықшасын қалыптастырып алғаннан кейін ғана біз инвестиционный инструменттерге ақша салып бастаймыз. До этого вообще не стоит, не рекомендую. Енді қарыздан шығу стратегияларын кім қолданып жатыр, кім істеп бастады, керек болды ма сіздерге, жоқ керек емес па? Реструктуризация деген нәрселер түсіндіңіздер ма? Иә, мен жасайын деп отырмын, соны түсіндім. Сосын жаңағы жастықша дегенді, сол 3-6 ай деген сол аз сияқты болатын секілді, ол мына адамның возрастқа байланысты соны одан көбірек қою керек сияқты деп ойлаймын өз басым. 3-6 ай деген. Өз басымнан өтті да сондай. Енді қараңыз, егер де бір жылдықты құрсаңыз, мысалға 1 жыл бойы ақшаңыз, енді ол ақшаны жұмыс істетуге болады ғой, сол үшін ол жастықшаның да суммасын шілей қатты көп не істеуге болмайтын шығар. Иә, ол мысалы инфляция, неге депозит инструмент сохранения денег, не приумножения? Өйткені депозиттің ставкасы инфляцияның ставкасымен бірдей ғой, ақша өседі. Бұл жерде бізде мақсатымыз ақшаны, сол ғана ақшаны ұстап тұрып, қалған разницасын жұмыс істету, инвестиционный инструменттер арқылы кішкене көбейту. Түсіндіңіздер ме? Енді көбейту деп біз оны қалай біз солай қолданбаймыз, инструменттерін айтып жатырмын ғой, қалай инвестиция жасаймыз, қалай дұрыс айқындаймыз.
сол үшін здесь надо вам реально түсіну керек. Сол үшін содан кейін барып қара дұрыс құралдарға салу керек, иә. Вот самое главное диверсификация портфеля. Мына жерде жеке қаржылық жоспардың құрылымын тоже айттық, иә, активтер, міндеттемелер, таза капитал шығару керек, жаңағы личный бюджет, семьямыздың да жаңағы бюджетін шығарамыз дедік қой, профицит, дефицит дегендерді өттік, иә. Иә. Мақсаттар мен мерзімдерді дұрыс анықтаймыз, қысқа, орта, ұзақ, стратегия жасаймыз, кіріс көздерін, шығыстарымызды қысқартамыз, инвестициялық жоспар, монетизация навыков, қалай өзімізді білеміз, иә, жаңағы свот анализ жасау арқылы, инвестиционный финансовый модель жасау арқылы қабілетті монетизация жұмыс істейді. Мынау не айтып жатыр деп кейбіреулер ойлауы мүмкін, қалай монетизация жасаймыз деп. Мектептегі мұғалім қанша адамды білем. Мысалы, қызым мектепте, жай мектепке бардық биылғы жылы. Ана мұғалімі сағаттан сағат 12-ден бастап қабылдайды, балалар дополнительно оқытады. Ай сайын ақша алады. Мектеп разрешение берген ғой енді. Өзіне ақша алады. 1-1,5 сағат балаларды дайындайды и дополнительно ақша алып отыр, иә. Мен ойлаймын, мұғалімдер үшін наоборот күшті мүмкіндік. И сол сияқты, мысалы, мен өзім декретте болған кезде, декретке шыққан кезде не істейін деп тыныш отырмаймын ғой банктен. IELTS-тан объявлениені іліп тастадым көршілерге. Потом 3 оқушы келді маған. 2 оқушы келді, ағылшын үйреттім. Ағылшын тілін білем ғой. Сол ағылшын тілін күніне 1 сағат кетеді. Біреусі 3 рет келді, аптасына біреусі 2 рет келді. Күніне 5 күн бойы 1 сағаттан берем да. Тура соның тапқан ақшам менің нянямның, няня алдым, няняның ақшасын жауып отыр. Маған просто бұрынғы енем айтқанда, либо сама будешь делать все дома, либо будешь нанимать и сама платить деп, кішкене сонда жестокий адам болған да. И мне пришлось, мен ойлаймын, бәрін өзім істегенше мен лучше ақша табамын, ақша по дому деген сияқты. То есть өзіңіздің не істей аламын деп өзіме сұрақ қойдым ғой енді. Потом турагентство аштым. Опять-таки маған не ұнайды деген сұрақ қойдым. Маған путешествовать еткен ұнайды. Турагентство ашып көрдім. Пошло у меня до сих пор, я уже 13 лет. Енді 5 жыл декретте отырдым ғой. Мен деградировать еткен жоқпын. Плюс еще финансовый модель, профессиональный навык. Короче, қандай навыгым бар, бәрі монетизация жасап тастаған ғой. Алмауда сабақ бердім. Консалтинговый компанияда ол проектный жұмыстар ғой. Финансовый модель, бизнес-план жасап олар мені проекттерге шақырады. Сонда мен былай қарасам біткен ғой. Турагентство аштым, ағылшыннан сабақ бердім. Жаңағы Алмауда аптасына 2 рет 1-1 сағаттан сабақ бердім. Бухучет и аудит сабағымен. И финансовый модель. Болатын кезде болады, болмайтын кезде болмайды. Жылына 3-4 рет сондай заявкалар түседі. Ол жақта бірақ жақсы төлейді да, ондай біреуге финансовый модель, бизнес-план жасап беру деген. И в принципе бір-бірімен қарбалас емес та, жұмыстар 1-1 сағаттан деген сияқты. Мен жақсы маған жетті да ақшам, я могла себе позволить все. Өзім таптым ақшаны. Но оның да минус жағы бар екен. Менің бұрынғы күйеуім, мысалы, менің мойныма отырып алды, мынау ақша таба алады екен ғой деген сияқты да. Білмеймін, вот сондай бір жағы да бар. И вот ақша тауып бастаған кезде самое главное, вот мои деньги деу керек та. Просто это то, через чего я прошла. Потом маған, мен оны енді білмеймін ғой, онымен байланыста болмау керек қой негізі, ер адам болғаннан кейін. Просто маған елдер сөйтіп айта бастады. Психолог сымақтар көбейіп кетті ғой, әйел жұмыс істеп кетті, поэтому еркек отырып қалды деп. На самом деле, бұл ақша менің ақшам болу керек болған да, а ол ақша ол бір семьяның ақшасы болып кетті да. Вот. Поэтому монетизация навыков работает, зарабатывать каждый может. Хотя мен ағылшыннан сабақ бермегенмін, но так как у меня было прям желание преподавать, мне это нравилось, вот. И менің оқушыларым күшті результат көрсетті да. Мен онда қандай, мен ана кітаппен оқытқан жоқпын. Мен өзім қалай үйрендім ағылшынды, өзімнің методикамен. Вот опять-таки, как мне сделать так, чтобы этот ребенок, 7-ші класстың қызы, ана еврейка, еврей мамасы. Как этого ребенка могу быстро научить английскому? И қалай мен істедім? Енді өз опытым сіздерге қызық болса, иә. Мынандай британский советте мынандай кішкентай опыт нелер болады, тексттер. Мен өзім солай үйренгенмін ағылшынды. Ана текстті мен переводтаймын и жаттап аламын, и пересказ жасаймын.
ағылшын тілін үйренген кезде сіздер контекст бойынша жаттасаңыздар, ананың сутін жаттап аласыздар да, и ақпарат миыңызда сақталып қалады. Память тренируется. И ананы жазған кезде сөздер де, контекст те барлық деңгейде дұрыс жұмыс істейді да. Во-первых, запоминается. Во-вторых, синтез, миыңыз жұмыс істей бастайды. И жазу. Барлық инструменттерін қолданған ғой. Мен оны бірақ білген жоқпын ғой, что это сработает. Но это сработало. Сосын аналарға тақырып беремін да, не жазғызам ғой. Сочинение жазғыздыртам. И потом грамматиканың кітабын бүйтіп грамматиканы жаттатқыздыртпаймын. Мынандай и каждый өздерінің уровеніне сай грамматиканың несін беремін ғой, темасын беремін, жаңағы топиктарым адаптированный по уровню. Ол ашық ақпаратта британский советте бар. И солай менің студенттерім бәрі пересказ жасап сөйлеуді үйреніп кеткен, сочинение жазу арқылы қарапайым темада сочинение бересің, жазуды үйреніп кеткен. Ана қыз 7-де 5 алған ғой, біреусі неге түсіп кеткен, фаундейшнға, кимэпқа, біреусі кейін неге түсті. Израильге 7-де 5 IELTS алған. То есть тот метод, который я почувствовала, который сработал на мне, сработало и на других. Поэтому анау ағылшынның, который ұзақ курстары бар ғой, ол ақша табуға негізделген, ол кітапты оқып, миыңды ашытып, ол специально адамдардан ақша алу да. Ал ағылшын тілін тез үйренудің ең оңай жол ол жаңағы мен өзім үйренген жол да. Мен солай үйренгем ағылшын. Адаптированный по уровню британский советте бұрын Алматыда не болатын, на Новой площади книжки. Ана кітапты оқимын, и ол кітаптың несі болады, аудио несі. Ананы тыңдаймын, интерпресте сатылады, кстати, ол кітаптар. Сонда мен ананы тыңдаймын, ананы оқимын, солай тез үйреніп аласың да. И плюс грамматикаға кітабын бөлек сатып алдым. И у меня уровень английского языка разговорный, письменный, да, я потом, наоборот, өзіммен нархозда оқыған, который со школы базамен келетіндерден жақсы болып, мен ғана группада, вот, клянусь, 5 алып шыққан ғой, потому что я на все вопросы на высоком уровне ответила. И если вы, например, в какой-то сфере, вот, может, среди вас есть преподаватель английского языка, да, если вы знаете, что какой-то метод вам помог, и это может помочь другим, то этот метод срабатывает. И поэтому любой нәрседен солай өз навыктарыңызды монетизация жасай аласыздар. И сол методты потом маған, я же не преподаватель английского языка, я не стала это развивать. Но қазір маған идея келіп жүр, может, английский языктан сондай бір платформа жасап шығу керек па деген сияқты ше. И оказывается, тот метод, который я применяла, такие методики существуют. Но я же не знала, что такие методики существуют. Я просто это сделала, потому что это на мне сработало. Вот, поэтому мы мына жақта самый главный, вот, ақшаны көбейту ғой, енді айлығыңыз аз болса, вот, фриланс қосымша жұмыс деген осы. Осы жерде мен сіздерге ашық айтып кеттім. Потому что бизнесті жасап кету енді оңай емес. Бизнес деген ол көп қаражатты требовать етеді, энергияны требовать етеді. Бизнес болды ғой менде, и кофейня, и Но именно монетизация своих навыков как фриланс, это вообще крутое, да, вот, вам даст возможность работать, находясь хоть где. Керек емес нәрсе айтып кетсем, кешіріңіздер, но это то, как я сделала себя. Вот self-made дейді ғой енді. Енді біз капиталды көбейту деңгейі, ең соңғы деңгей. Біз ұзақ мерзімді ойлаймыз дедік. Ұзақ мерзімді сіз капитал көбейтуді ойлағанда 10 жыл. Вот қазір салып атқан ақшаңызды 10 жылға ұмытып кетіңіз. Мен білмеймін, мен вот салып атырмын ақшаны. Я их продавать тоже не буду. Маған ақша қанша керек болса да, мен оларды алмаймын. Вот положила все, мен 10 жылдан кейін көремін. И ай сайын тоже салып отырамын. Бір не жалко бір сумма, 30 мың қызыма, 30 мың ұлыма вот салып отырамын. Қызыма инвестиционный фонд аштым, а ұлыма не аштым? Отбасы банкке, олар ұл балалар, балалар жалпы 14 жасқа келгеннен кейін, кстати, отбасы банктан ақша алады. Мысалы, сіздер қазір өздеріңіз алсаңыз да депозит, опять өзіңізге тағы депозит арнасаңыз болады, кейін балаңызға жаңағы нетіп беретіндей, жаңағы қалай айтсақ болады, біріктіріп беретіндей.
мен балама решила лучше квартира ретінде, иә, өйткені жаңағы мемлекет беретін арзан кредитті қолдану керек деп айтып едім ғой. Сол сияқты ол пусть у него будет своя квартира. Енді қызда да болу керек, но я решила попробовать пока вот так вот. Это мой метод. Вы можете на своих детей копить либо на депозите отбасы, да, там, бірақ та ұзақ копить еткен невыгодно дедім ғой, мысалы. Балам 13 жаста, 16 жасқа келгенде үй алатындай қазір копить етуге болады да. 16 жасында бір үй алып қоясың, оны арендаға беріп қоясың, өз кредитін өзі жауып тұрады. Ары қаратай 22-23 жасқа келген кезде ана үйдің жауып болады и өзінің бір үйі болады, иә, кейін бөлек тұрса да, немесе оны арендаға беріп өзі университетінде оқып не ала ма. Короче, бір сондай бір инструмент қалыптастыруды қазірден бастап ойлану керексіздер өздеріңіз, иә. Ол кірісіңіз болжамды болу керек, иә. Бұл депозит немесе инструмент сохранения ретінде квартираны да қарастырсаңыз болады. Квартира артық етпейді, это инструмент сохранения. Бүткіл Европа, Америка емес, европалықтар олар құнды қағаздарға көп кірмейді, американдықтар сияқты. Олар көбінесе ақшалар көп болса, инструмент сохранения ретінде квартира қалыптастырады өздеріне. Вот мен Италияда болдым былтыр, тоже изучать еттім. Испанияда сондай, Швейцарияда сондай, и немістерде де сондай. Кстати, Испания тоже, Греция тоже сондай. Адамдар артық ақшасы болса, квартираға береді да, квартираны сдавать етеді. Но, во-первых, оларда сдача, например, қымбат тұрады да. Оларда жаңағы туристер көп болғандықтан, возможно, они зарабатывают больше от сдачи в аренду, иә. Поэтому олардың За счет туризма дорого. За счет туризма олар больше могут даже от квартиры зарабатывать, да. Енді оларда население стареет, поэтому жаңағы құнды қағаздарды особо түсінбеуі де мүмкін ғой, үлкен адамдар болғаннан кейін, там же население. Поэтому они смотрят на квартиру как инструмент сохранения, и сдача у них, в принципе, очень ликвидная, очень хорошо сдается. Вот. Облигация ол көп ақша келмейді, зато опять-таки, да, өзіңіздің облигация инвесторлардың барлық түріне келеді. ETF бұл тоже үш түрлі инвесторға да келеді. ETF облигацияны бәріңіз алсаңыздар да болады. Енді акциялар консервативті инвесторларға келмейді. Поэтому акцияны таңдаған кезде желательно сіздер жаңағы терең талдау жасап барып алғандарыңыз дұрыс, иә. Криптовалюта ол жаңағы портфелдің 20%-нан бөлігін ғана біз бере аламыз, иә. Жалпы акция дегенді кім айта алады, кім түсінді вообще? Акциядан біз қанша түрлі не ала аласыздар? Айтса бола ма? Иә, Акция деген бұл үлесті бағалы қағаз. Біз қандай да бір акция шығарған компанияның үлесін сатып аламыз деуге болады ғой. Және де ол компанияның қызметі қаншалықты тиімді болады, соған байланысты бізге жаңағы дивидендтер төленетіні, жаңағы пайда көретініміз соған байланысты болады. Сол үшін жаңағы қызметінде қарау керек деген сияқты да, негізі менің ойым сондай. Тағы кім айтады, кім қосады? Маған важно, мен сіздер түсініп жатсыздар ма, түсінбей жатсыздар ма, кері байланысты. Кім қосады? Не түсіндіңіздер? Кім не түсінді? Вот мынау көрсеткіштер бар, иә, дивидендтің табыстылығына қараймыз, ROE көрсеткіші, қарыз жүктемесі,
өсу выручкасы, иә, компанияны таңдаған кезде рыночная капитализация, бәріне міндетті түрде қараймыз. Бұны толығырақ түсіну үшін менде басқа курстар бар, либо индивидуально, иә, дополнительно, если кто-то хочет дополнительно развиваться, онда ары қаратай кішкене тереңдетіп оқу керексіздер, иә. Жалпы облигация сатып алған адамдар бар ма? Облигация дегеніміз не? Кім айтады маған? Пожалуйста, кері байланыс өте барыңыздар. Облигация ол қарыз міндеттеме ғой. Бұл жерде мысалға бұрын енді совет одағы кезінде облигация көп шығарылған ғой. Ол кезде біз кішкентай болдық. Дәу ақша ретінде мынандай облигациялар бізде әке-шешелерімізде болды да. Олар айтады мысалға ол облигацияда оның мерзімі жазып тұрады, мысалға там 10 жыл ма, 15 жыл ма. Мемлекет облигация шығарған кезде мемлекет халықтан ақша тартады ғой. Қандай да бір өзінің жаңа мүмкін дефицит болып қалады ма бюджетте, сондай жағдайларда облигация шығару мүмкін. Қазір енді корпоративтік облигациялар, оларда бір осындай мақсаттарда немесе жаңа өздерінің қызметін жетілдіру үшін мысалы облигациялар шығарып, оны мысалға сатып алған адамдар купон ретінде, пайыз ретінде оның жаңағыдай пайдасын көреді. Мысалға облигацияның мерзімі 5 жыл болса, яғни 5 жылдан кейін мысалға үстінен 10-20% деген сияқты қосымша үлесін қосып, сөйтіп қайтарылады ол ақша. Ол уақытқа дейін ол мысалға жаңағы облигация шығарушы эмитент өзі қолданады қаражатты. Примерно вот так. Облигацияның екі түрі бар, мемлекеттік және де корпоративтік. Белгілі бір қысқа, орта, ұзақ мерзімді облигациялар болады, сұрақтарына қарау керек. Бұл жерде келісілген жаңағы процентный ставка болады, ол өзгермейді, және де сол ставка бойынша сізге договорда көрсетілген уақытта основной соманы береді, ал жаңағы процентный ставканы ежемесячно ма, қандай уақыт көрсетіледі, сол уақыттың арасында беріп отырады сіздерге. Мынау дюрация, табыстылық, бұлардың бәрі кішкене жоғарғы деңгейлі түсініктер. И самое главное, облигация таңдаған кезде, особенно корпоративтік облигацияны, акция сияқты талдау жасаймыз. Егер де талдау жасай алмасаңыздар, просто кредиттік рейтингіне қарауға болады. Кредиттік рейтинг деген сабақты айтып кеттік, ол не екенін қарап алсаңыздар да болады, иә. Сосын біз ETF деген не екенін кім айтады? ETF дегенді кім қалай түсінді? Ол 500 компаниялардың жаңағындай нелер ғой, пакеттер ма? Сондай бір нәрсе. Біріккен айтор нелер. Мысалы, ана облигацияға жаңағы BI Group ғой, кіреді да, мысалы, мына жерде 500 компания, сондықтан бұл тұрақты болып саналады да. Осыны алсын деп сіз айттыңыз ана жылы. Біріктірілген ғой. Бұл ETF дегеніміз фонд, мысалы S&P 500 деген 500 компанияның жиынтығы. Я, дұрыс айттыңыздар. Біз бір акцияны ETF-тің сатып алу арқылы 500 компанияның акциясын сатып аламыз. Я, ең күшті инструмент даже. Просто көзіңізді жұмып, ай сайын осы SPY, QQQ, VTI, мынау компаниялардың ETF-терін өзіңіздің портфеліңізге сатып алып отырсаңыз болады. Ол по-любому ай сайын, жыл сайын 10% мөлшерінде жоқ дегенде доллармен сізге өсім көрсетіп отырады, иә. Енді инвестордың типтері, сіздер өздеріңіздің типтеріңізді барлықтарыңыз білесіздер ғой, иә? Әр инвесторға өзінің инструменттері бар. Консервативті, орташа, агрессивті. Консервативті инвесторларда ең негізгі құралдар бұл құнды қағаздар, иә, мемлекеттік ақшаңыз көп болса, ETF-те алуға болады, немесе в принципе акциялар сатып алуға болады, только тех компаний, которые там исторически жоғары өсім көрсетіп отырған. Я вообще акции не рекомендую. Депозит, облигации и все. Если вдруг там акция керек болса, өсімі көп емес, мысалы 5-10% өсім көрсетіп тұрады, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, бұлар банкрот болмайды. Халықтың саны әлемде өсіп жатқан кезде бұлардың табассыз продуктлеріне сұраныс көп болады, иә. Coca-Cola, Procter & білесіздер ғой, Procter & Gamble, Johnson күнделікті қолданылатын товарлар, иә.
депозитті де бұл жерде қосылып тұр, иә, бұл мына жерде структурасы қай жаңағы структурасы көрсетілген. Мысалы, депозитте 20% ақшаңыз сақталу керек, Vanguardта 10%, облигацияларда 25%, и акцияларға былай 5-5%-дан вот осындай өзіңіздің портфеліңіздің структурасы. То есть сізде бір 10 миллион теңге болса, 10 миллионның 25%-і құнды қағаздарға, 20% депозитте деген сөз ғой, мына жақта процентное соотношение. Түсіндіңіздер ма? Енді орташа болсаңыз, міне мынандай соотношение. 10% 10 миллион теңгеңіз болса, Apple'да, Microsoft'та 10%, Visa'да 8%, JP Morgan деген үлкен инвестиционный фонд. Мына жақта қарасаңыздар, опять-таки секторальный диверсификация бар, иә. Visa дегеніміз бұл тоже өлмейді, иә, у каждого есть карточка, халықтың саны өсуде, бұл да өсе береді. JP Morgan финансовый сектор, Microsoft Office бұл компьютерный сектор, Apple дегеніміз телефон, иә, телефон күнде қолданылатын өсуші продукт ретінде. Vanguard дегеніміз ETF, SPDR ETF, iShares дегеніміз тоже облигации, да, SPDR Gold бұл золото, иә, тоже. Мына сізге диверсифицированный портфель, 10 миллион теңгеңізді осылай бөліп жасаңыз болады, иә. Енді агрессивті инвесторге біз көбінесе жаңағы Nvidia, иә, мысалы агрессивный инвестордың портфелінде Nvidia бұл ұзақ мынандай өсім көрсетеді ғой, енді Nvidia өте жоғары өсім көрсетті, иә, соңғы жылдары. Мета платформалар, Amazon, Alphabet, Tesla, Invesco. Енді мына жерде я не советую только эти. Можно и агрессивным инвесторам обязательно включить себе ETF, да, потому что агрессивті инвестор екен деп ақшасын только жоғалту инструменттеріне салмаймыз. Поэтому я здесь рекомендую включать ETF, облигацияны, да, сақтау инструменттері. Хоть какая-то часть денег на сохранении должны быть. Өздеріңіз осы мынау нелерді қарап отырып, мына стикерлар тұр ғой, жасылдың ішінде тұрған мыналардың бәрі стикерлар. Өздеріңізге жаңағы не ашсаңыз, брокер арқылы осы стикерлар арқылы таңдап сатып алып бастасаңыз болады. Хотя бы қолыңызды үйретіп бастасаңыз болады. Мына жерде тұр жалпылама. Осы жерден тағы да қараңыздар. Консервативті инвестордың горизонт инвестирования, иә, умеренный инвестор, агрессивный инвестор, иә, кімге қолайлы, бәрі тұр. Консервативный инвестор вот зейнеткерлерге, бастаушы инвесторлерге, умеренный инвестор орта жастағыларға, иә, отбасында тұрақты кірісі барлар. Агрессивный инвестор ол жаңағы жастар, алыс мақсаттар, жоғары кіріс, иә, ақшасы көп адамдар какой-то частью своих денег может рисковать. Либо цели пока жас болғанда мы же имеем горизонт до пенсионного возраста, мы можем попробовать рисковать деген сияқты ғой. Спекулятивті ол көбінесе трейдерлар, иә. Жалпы у богатого человека есть бай адамның 3 қағидасы бар. Ол адам өзінің ақшасын жақсы бақылайды, иә, на то и богатый человек. Жоспарлайды, және де инвестиция жасайды. Бай адамдар ақшаларын өздеріне жұмыс етеді, иә. Сол себептен давайте ақшаларыңызды жұмыс етіп өздеріңізден бастаңыздар, содан кейін барып адамдарды үйретіп бастайсыздар. Енді можете вместе делать, қазірден бастап результат көре бастап, елдерге мен мынандай результат көрдім деп айтып отырсаңыздар. Сіздердің араларыңызда өздерінің парақшасын жүргізетін блогерлар бар ма? Жоқ. Не жөнінде? Енді өздеріңіздің араларыңызда жаңағы өздеріңіздің персональный брендтеріңізді дамытып жүрген адамдар бар ма дегенім ғой. Ондай жоқ болса, енді сіздер тренер болуға келдіңіздер, мақсаттарыңыз өздеріңіздің қабілеттеріңізді монетизациялау. Енді шынымен айтсақ, ақшаңызды көбейту ғой, енді тренер болып та, иә. Онда сіздерге міндетті түрде қазірден бастап рекомендую хукты жасауды үйрену, каждый презентациядан өздеріңізге нәтиже алған сайын соны вещать ету деген сияқты, иә. И міндетті түрде сіздің келесі қадамыңыз жаңағы брокерский счет ашып, осы мен қолданған инструменттерді, айтқан инструменттерді қолданып, қаржылай инвестициялық сауатты болу керексіздер. Не істейміз? Тағы да не айтайын, не қосайын? Сұрақтарыңыз бар ма? Осымен біздің сабағымыз мәресіне жетті. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беремін. Қазақстанда жаңа банк ашылды дейді, Абу Даби Commercial Bank.
Абу Даби, Коммерциал банк Қазақстан. Егер осындай сияқты жаңа банктар ашылса, ол біздің андай депозиттерге, несиелеріміздің пайыздарына әсер бере ма? Әлде ол бір үлкен бір жақсылықтар алып келе ма сол недегі Middle East'тағы? Ондай банк болатын болса, ол бір банкке конкурентный преимущество беріп қоймайды. Ол шариатпен жұмыс істейтін банк болса, ол өзінің принциптерімен жұмыс істейтін банк болады. Но бір шетелдің банкін кіргізіп, басқа банктердің мүддесін түсіріп қоймайды. Өйткені неге біздің Қазақстаннан басқа шетелдік банктердің бәрі кетіп болды? Өйткені Қазақстан өз банкін, өз қаржы структурасын защищать етті. Олар келсе, олардың ақшалары арзан ақша ғой біз үшін. Онда бізде Қазақстанда кредит өте жоғары, қымбат. Олар келеді де аз кредит беріп бастайды, бүткіл біздің системообразующий банктар өліп қалады. Әше құрайды, банкрот болады. Сол себептен өзіміздің мүддемізді, банктардың мүддесін қорғау үшін ол банктар Қазақстаннан кетті. Шетелдік банктың бәрі кетіп қалды ғой Қазақстаннан. Иә, ана Исламский банк деген бұрын болды. Мен бірақ сол халықтың қолданғандығын көрмедім. Бір рет бір барып көрдім, офистарына болды. Жарайды, рахмет. Ақпарат өте көп, сосын кішкене бір андай кезең-кезеңмен андай алып сіңіру керек екен. Ең болмағанда біреусін алып әрекет жасап деген сияқты. Мен қазір сол әрекетім кішкене қалыптыдан сәл қозғалу деген сияқты да. Мынаған әлі кішкене көп уақыт керек. Енді әрине бұл оңай емес. Бұл ақпарат